Қазақстанда жұмыс іздеуге арналған топ 6 сайтты көрсетемін. Осы жерден әртүрлі жұмыстарды табуға болады. Барлық сайтқа сілтеме осы видеоның астында. Бірінші сайт HeadHunter деп аталады. Бұл сайт Қазақстандағы топ 1 жұмыс іздеуге арналған сайт деуге болады. Қазіргі кезде бұл жерде вакансиялар өте көп, резюмелерді сіз жариялап қойсаңыз болады. Сіздің резюмеңіз бойынша адамдар сізге өзі хабарласуы мүмкін. Әрине барлық жағдайда емес, дегенмен байқап көріңіз. Бірінші бұл сайтқа тіркелесіз, әрі қарай резюмені толтыруыңыз керек, ол туралы жеке видео бар, сілтеме осы видеоның астында. Одан кейін откликнуться деген кнопканы басып, осы жұмыс берушілерге сіз өзіңіздің резюмеңізді жібере аласыз. Көріп отырғанымыздай мына жерде вакансиялар өте көп, және мына жерде айлық көрсетілген, қандай компания, қай жерде. Опыт работа керек пе, керек емес пе? Компанияның үстін басу арқылы біз осы компания туралы көбірек ақпарат білуімізге болады. Әрине ол сізге маңызды болатын болса. Кез келген вакансияның үстін басамыз, сол кезде бізге осыған қатысты көбірек ақпарат шығатын болады. Бұлар қандай компания, немен айналысады, және условиясы мына жерде міне көрсетілген. Және қанша алады, қандай мүмкіндіктер бар, соның бәрін көрсеңіз болады. Откликнуться деген кнопканы басып, өзіңіздің резюмеңізді жіберсеңіз болады. Резюме жоқ болатын болса, кейбір вакансияларда без резюме осындай отклик жасауға болады. Сізге кейін хабарласып, бір жерге шақырып, әртүрлі сұрақтар қойып, сондай интервью алу мүмкін. Одан кейін әрине жұмысқа алады. Екінші сайт бұл Еңбек.kz деп аталады. Бұл сайтта Қазақстанда топ жұмыс іздеуге арналған ресурстардың бірі. Неге дейтін болсаңыз, бұл Еңбек.kz мемлекеттік портал деуге болады. Бұл мемлекеттің қолдауымен жасалып отыр. Көріп отырғанымыздай мына жерде 872 мың жұмыс беруші бар. 2 миллиондай жұмыс беруші, көптеген адамдар жұмыссыз ретінде тіркелетін болса, осы порталға тап болады. Бұл портал арқылы жұмыссыз ретінде де тіркелуге мүмкіндік бар. Бұны онлайн арқылы еш жерге бармай жасауға болады. Жұмыс орындары да бұл жерде өте көп. Бұл әсіресе андай жұмыстарды іздеуге өте қолайлы. Қандай да бір мамандық жоқ, диплом жоқ мысалға, және ештеңеден разбирать етпейді, әртүрлі сондай разнорабочий десе. Вакансия деген бөлімді басасыз. Әрі қарай бізде барлық облыстар бойынша Қазақстандағы 62.141 жұмыс орны бар. Көріп отырғандарымыздай, мына жерде қандай мамандық, автомеханик дейді, сиделка, әртүрлі спортсмен дейді, бухгалтер деп қойған, мына жерде от деп тұр, осыдан басталады. Алматы қаласында және без опыта. Мына жерде фильтр бар. Бұл фильтрде мысалға график работаны біз өзгертуімізге болады. Образование мысалға тек қана мектеп немесе колледж деген бар, арнайы жоғары деген бар, соны таңдауға болады. Бұл сайтқа міндетті түрде тіркеліп, өзіңіздің резюмеңізді тіркеп қойсаңыз болады. Әртүрлі жұмыс орындарына енді орналасу үшін бірінші осы вакансияны ашасыз, әрі қарай астында контактный данныйлар көрсетілген. Отклик жасауға болады, жаңағы сайттағыдай өзіңіздің резюмеңізді жіберіп, немесе осы электронды поштаға жіберсеңіз болады, немесе осы номерге хабарласыңыз. Мына жерде міне мекен-жайы көрсетілген, тіпті сол мекен-жайына барсаңыз да болады. Әрине лучше бармай жіберген дұрысырақ. Және поиск бар. Поискке мысалға сіз ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болатын болсаңыз, учитель английского языка немесе сол сияқты қазақша жазып іздесеңіз болады. Сізге соған қатысты вакансияларды шығарып береді. Тіпті ауылдық жерлерде де бұл жерде көптеген вакансия бар. Келесі ресурс бұл OLX. Бұл сайт енді хабарландыру беруге арналған сондай портал. Қазақстанда өте үлкен, және работа деген бөлім бар. Бұл жерде де әртүрлі жұмыстарды табуымызға болады, әртүрлі бағытта. Бұның да жұмыс жасау принципі жаңаға ұқсайды. Бұл жерде көбіне телефон номер көрсетіледі, сол телефон номерге хабарлассаңыз болады. Не позвонить деп тұр, немесе отклик жіберуге болады. Откликнуться дегенді басып, өзіңіздің резюмеңізді жіберуге болады. Дегенмен сайтқа әлі бірінші тіркелуіңіз керек. Келесі портал бұл Jobl деп аталады. Бұның қалған порталдардан бір артықшылығы бар. Бұл агрегатор, яғни агрегатор деген сөз әртүрлі жұмыс іздейтін сайттардағы вакансияларды алады, оны алады да бір жерге біріктіреді. Бұл агрегатор деп аталады. Бұл жерде міне Алматы қаласы бойынша вакансия, әртүрлі басқа шетелдер бар, тіпті Германия деген секілді, Англия. Мысалға Англияны басатын болсаңыз, осындай міне жұмыстар көрсетілген, упаковщик дейді, және сол сияқты тағы бірдеңелер бар. Соған хабарласып, осыларға хабарласып көруге болады. Бұл агрегатор. Сілтеме видеоның астында. Келесі жұмыс іздеуге арналған ресурс бұл Қызмет.kz деп аталады. Бұл да агрегатор. Бұл жерде поискке өзіңіздің вакансияңызды жазып іздеуге болады. Бұл жерде де әртүрлі источниктен жұмыстар бір жерге жиналған.
өзі әрине жариялауы мүмкін, дегенмен бұл агрегатор. Сервисный менеджер деп тұр мысалға, әртүрлі офис менеджер. Үстін басатын болсаңыз, жаңағы Headhunter сайтына жібереді. Неге? Себебі бұл агрегатор. Headhunter бар, еңбек.kz бар, сол сияқты басқа да ресурстардағы бүкіл вакансияны бір жерге жинайды. Бұл агрегатордың басқаларынан артықшылығы осы. Бұл аталған ресурстарға сілтеме осы видеоның астында. Тағы да осындай видеоларды көргіңіз келсе, онда каналға жазылыңыз және колокольчикті басып қойыңыз.